Асылында біреулер айтуы мүмкін, уақыт жоқ деп. Валлахи айтам, уақыт бар. Бүкілі өтірік айтады. Бүкілі кино көреді, бүкілі сериал көреді, бүкілі инстаграм шұқиды, бүкілі ватсаптан сообщение қарайды. Туысқандар, класстастар, палчандар бүкіл топқа кіріп алып, видеоларды көріп, а-ха-ха деп отырады, күліп, қарқылдап бір-бірлеріне жіберген приколдарға, анан қара, сәкеңді қара, ана бәкеңді қара деп. Бітті, сөйтіп отырамыз. Сөйтіп біреу тойға шақырады, тойға барып уақыт табамыз, ақшамызды табамыз. Бірақ мешітте тегін пайғамбардың мирасы таратылып жатса, оған ешкім ақша тегінді, ешкім оған уақыт таппайды. Ал енді қазір анау интернеттен ақылы курс бар, Құраннан ақылы курс жүріп жатыр. Анау оразаға ақылы курс жүріп жатыр. Солар боқтайтып отырып жатыр. Солар жамандайды да, осыларың, олар үйде түк оқымайды да, бірақ үйде түк оқымайды, бірақ үйде отырып жамандай береді да. Міне осындай жағдайға келіп отыр.